Әр бейсенбі түскі асқа балықтан тағам дайындайтын боламын. Осы видеода майшабақтан ыстық тамақ дайындайтын боламын. Пышақтарыңызды осылай қиғаштап ұстап, балығымызды әдемілеп осылай кесіп алатын боламыз. Видеоға мұқият болыңыздар. Мінекей, дәл осылай кесіп, дайындап, тарелкеге бөлек қоя тұрамыз. Мен тағамды 2 адамға ғана арнап дайындайтын боламын. 2 адамға жететіндей етіп, 5 рош киімді салып, су қайнағаннан кейін 1 шай қасық тұз салып, сол суда пісіріп алатын боламын. Оған дейін мен 1 сәбізбен 1 пиязды ашып, дайындап, турап қоямын. Мінекей сонымен біздің рош киім пісті, сүзіп алып, суық суға 1 шай жіберіп, сорғытып қоятын боламын. Одан кейін табаға майымды құйып, пиязымды қуырамын әбден, үстіне сәбізімді салып, жұмсақ болғанша қуырып, тәрелкеге салып алатын боламын. Кейін табаға кішкене май құйып, балығымды әдемілеп тіземін. Кейін жаңағы қуырылған пияз бен сәбізімді үстіне әдемілеп жайып шығамын да, макаронымды саламын. Тұздалған майшабақ болғандықтан тамақты тұздамаймыз. Мінекей дәл осылай табақтың бетіне табамызды қойып, төңкере саламыз. Дәл осылай шығады. Өте дәмді шығады. Бізге ас болсын, сіз жасаңыз.